Баршаңызға сәлем. Достар, сіздер сондай жайтқа кездескен шығарсыздар. Кейде майды, мынандай пачка емес, кейде килограммовый үйде әкелген кезде оны бөлуге қиынға соғып жатады. Мұздатқыштан алған кезде сынып кетеді, немесе өзіңізге керек әдемілеп кесіп алу қиын болады. Мен өзім аста қолданып жүрген әдісіме бөліскім келеді. Мүмкін біреулерге пайдалы болуы мүмкін. Сол үшін осыны көрсеткім келіп тұр. Мысалы, мына дүкеннен алып келген май, оны бірден мұздатқышқа салған жоқпын. Бөлме температурасын сәл ұстадым, бірақ қатты еріп кетпеу керек, соны қадағалау керек. Кейін осы пышақпен белгіледім, өзіме керекті ыңғайлы десе болады өлшемде. Міне енді кесеміз, ақырын ғана осылай, және де тағы да бөлем. Кейін бөлуге де сондай алып отыруға да ыңғайлы болу үшін. Енді кесіп алдық. Енді осыны мұздатқышқа салайық. Қазір ғана мұздатқыштан алдым. Бұл бір күн бойы кеше салып қойған едім. Енді қазір ашып бөліп аламыз өзімізге керекті өлшемде. Ең ыңғайлы, қазір өздеріңіз көресіздер, міне 1, 2. Ұрып жатудың да ештеңе істеудің қажет жоқ, шашырамайды. Міне кішкентай ғана бөлім болды. Осылай алып қойсақ болады. Енді біртіндеп ала береміз. Мінекей достар, осындай лайфхак десе болады. Қарапайым нәрсе, бірақ өмірді жеңілдетеді десе де болады. Егер ұнаса видео, өзіңіз лайк бассаңыздар болады, жазылып тұрыңыздар, бөлісіңіздер, және де пайдалы болса жазсаңыздар болады. Немесе маған қызықты болады, сіздер қалай бөлесіздер. Бөлсеңіздер болады астында комментарияға. Рахмет біздің каналға кіріп көріп жатқандарыңызға. Сау болыңыздар. Кездескенше.